Бүгін біз сіздерге қарапайым қуыршақтар қалайша жерді құтқарғаны туралы ертегі айтып береміз. Мен шаршадым. Ауам ластанған, ормандарым кесіліп жатыр, суым толған қоқыс. Жапырақтар азайды. Бұрын мен астымда балалар ойнайтын еді. Үйе салатын таза жер таппай жүрмін. Барлық жерде пакет пен бөтелке. Біз бұл жерде мәңгі қаламыз. Мен теңіз түбінде бақытты өмір сүретін едім. Бірақ қазір менің айналам пластик, пакеттер, бөтелкелер. Менің достарым тұншығып өліп жатыр. Су уланған. Бізге демалатын ауа жетпейді. Көмектесіңдер, бізге таза су керек. Біз мәңгі өмір сүреміз. Ешкім бізді қайта өңдемейді. Жоқ, сендер енді жерге зиян келтіре алмайсыңдар. Біз қоқысты сұрыптауды бастаймыз. Бөтелке менің оң қолыма, ал газеттер мен қораптар менің сол қолыма. Қоқысты реттеп, жер ананы құтқарайық. Біз экологиялық таза технологиялар жасаймыз. Барлығына қайта өңдеуді және ағаш отырғызуды үйретеміз. Рахмет сендерге. Мен қайта таныстай аламын. Әр іс маңызды. Қоқысты сұрыптаңыздар, табиғатты сақтаңыздар, қамқор болыңыз. Жер сізге алғыс айтады.